Маркасы белгісіз. Менікі емес ол. Клянусь Аллахом, бала шағамен клянусь, менікі емес бұл. Сараптама қазір ДНК нелерді отпечаткілер алынып, кейін анықталады. Хорошо. Мен Есенбаева Алтынай, Алматы қаласының тұрғыны. Осы видеом арқылы менің жолдасым Серікбаев Нұркенді Алматы қаласының полиция департаменті, яғни УБОП қызметкерлері заңсыз атыс қаруын, пистолетті лақтырып, подстава жасап, қастандықтары туралы айтамын. Менің жолдасым Сокол Security күзет фирмасымен айналысады. Күзет жұмысы қоғамдық қауіпсіздікпен байланысты болғандықтан полициямен тығыз жұмыс істейді. Жұмыс барысында полиция тарапынан кішігірім өтініштер болып тұрады. Оны менің жолдасым көмек ретінде орындайтын. Алайда УБОП қызметкерлері 2024 жылдың желтоқсан айында жолдасын күзететін ресторанда коллективна отырып 400 мың шотты төлегілері келмейді. Сол жерде ресторан әкімшілігінің күзетші қызметкерлеріне қоқан-лоққы көрсетіп, шотты Серікбаев Нұркен менің жолдасыма төлеткілері келеді. Осы оқиғадан кейін ол УБОПтардың теріс назарына ілініп, және олар, яғни УБОП қызметкерлері бізге конкурентті күзет фирмаларымен сыбайласып, менің жолдасыма әртүрлі қыспақтар жасай бастады. Подстава келесі видеолардан көрінеді. Біріншіден, мына видеода 17 январь күні 2025 жылы УБОП қызметкерлері біздің квартираға тінту, яғни обыск жасап, өздері жасаған пистолетті изъятие жасайды. Бірақ ол пистолет менің жолдасымдікі емес екендігі келесі видеодан дәлелденеді. Негізі қаңтар айының 14-16 күндері жолдасымның артынан ақ Шкода көліктері слежка жасап жүргенін байқайды. Сол үшін 17 қаңтар күні сағат 13:30 шамасында өз қауіпсіздігін ойлап, адам көп жүретін жерге Мегаға барып, қасына досын шақырып алып жүреді. Ол Мегада оны УБОП қызметкерлері ұстайтын уақыты сағат 16:30-ға дейін жүреді. Сағат 7:29-да, 19:29 шамасында полиция жедел тобы біздің квартираға кіріп, кіреберіс коридордағы аяқ киім салатын тартпадан пистолетті алады. Енді орысша айтқанда разоблачение осы жерде. Көріп тұрғандарыңыздай, изъятие кезінде пистолет тартпа полканың ішіндегі менің 9 жасар қызымның қоңыр етігінің үстінде жатыр. Пистолеттің қисайып жатысының өзі оның ол жерге біртүрлі асығыс қойылғанның белгісі емес пе? Ендігі мәселенің қызығы, бұл етікті менің 9 жасар қызым ол полкаға мектептен келген уақыты сағат 17:30-да шешіп салып қойған етін. Оның дәлелдемесі мына видеода көріп тұрғандарыңыздай 9 жасар қызым сағат 17:30-да мектептен келіп, үйдің алдында билеп, TikTok видео түсірген болатын. Осы видеода ол осы қоңыр етікті киіп тұр. 17:40-та қызым үйге кіріп, етікті қойған болса, ал жолдасым үйден 13:30-да шығып кетіп, сағат кешкі 18:30-да УБОП ұстаған уақытқа дейін Мегада болған болса, онда қызымның аяқ киімі үстіндегі пистолетті кім қойды деген сұрақ туындайды. Міне осы подъезд, опергруппа барлығы ана жақта күтіп тұрды подъезде. Еркебұлан осы жерге кіріп, бізді күтіп тұрды. Міне тартпа, осы жерде пистолет табылып отыр. Осы жерге ол салып еңкейіп жатқан кезде, мен ана бөлмеден шығып байқап қалдым. Бірақ та мен ойымда ешқандай арам ой болмады. Құрметті президент, бас прокуратура, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресетін басшыларына осы видеомды шарасыз болғандықтан жолдап отырмын. Себебі айтылған барлық кемшіліктерді полиция департаментіне және де тергеушіге, СБ-ға жазылған болатын. Бірақ іс қараусыз қалып отыр. Менің жолдасыма бір жақты тарапты қылмыс іс қозғалып жатыр. Мен осы шарасыздықтан мәжбүрлі түрде осы видеомды сіздерден көмек сұрап өтініп тұрмын.